Көркем фильм кинокомпаниясы ұсынады. Бітті, құрыған жеріміз осы. Я, бүгін бізде сайлау ғой. Кім жеңетіні белгісіз. Соны уайымдап, жай таппай жүрміз. Камила да зыр жүгіріп жүр. Жүр, кеттік. Қорытындысын хабарлайын деп жатыр. Я, тез. Жастар, жан достар, арманға жолдастар. Hey, уәденің еткен, шуағы төккен. Уәденің еткен, мәңгілік көктем. Достар. Құрметті ұстаздар, студенттер және қонақтар. Бүгінгі студенттердің президентін таңдау сайлауына қош келдіңіздер. Өздеріңіз білетіндей, финалға ең көп дауыс жинаған 4 үміткер қатысып отыр. Нұрлан, сендердің тікұшақтарың финалға өтті деп естідім. Бағдарламаларын ұсынып, енді сапарға қамдана берсеңдер болады. солай ма? Я солай. Францияға барып, өз жобаларыңды қорғап қайтсаңдар болады. Ол қалай өзі? Сосын айтам. Сонымен, 4 үміткер өз бағдарламаларын баяндап болғаннан кейін, сіздер 4 сағат ішінде дауыс берулеріңізге болады. Әр қайсыларыңыз 16-шы бөлім. тек қана бір үміткерді таңдай аласыңдар. Сонымен, бірінші үміткерді ортамызға шақырайық. Ол Дастан Оразымбетов. Қайырлы кеш. Міне, мынау менің баяндамам. Әрине, мен үшін арнайы дайындалған. Сөз жоқ, жақсы жазылыпты, бірақ мен мұны оқымай-ақ қояйын. Қысқа қайырғанда, мен ойлана келе, студенттер президенті болғым келмейді деп шештім. Шындығында бола алмаймын да. Студенттер өкіметінің басшысына лайық емес біршама іскерластым. Мысалы, тест жауабының ұрлануы, оны барлықтарыңыз білесіздер. Сол тестті мен алған болатымын. Иә, мен. Сонымен қоймай, мен үшін қымбат бір жанның көңілін қалдырдым. Жарайды, ол маңызды емес. Қысқасы, мен өз кандидатурамнан бас тартам. Сосын, егер осы залда маған дауыс берем дейтіндер бар болса, олар өз таңдауын Дана Өтеғалиеваға берсе екен. Ол ақылына көркі сай, өте батыл. Ең бастысы мейірімді жан. Оның бойында нағыз қазақ қызына тән мінез бар. Мен өз даусымды біздің университетіміздің президенті болуға лайық деп осы қызға берем. Я, ұмыт барады екем. Дана мен оның тобы балалар қорына қайырымдылық есебінде жиналған қаржы ешқайда жоғалған жоқ. Ол өте сенімді адамның қолында. Біздің топтағы Камиляның қолында. Не? Ол оны Асқар Бекмұратұлына беруге дайын. Назарларыңызға рахмет. Армысыздар. Бүгін қағазға қарамай бейресми сөйлейтін күн сияқты. Мен сол дәстүрді жалғастырып кетсем бе деймін. Әрине, Дастанның осындай батылдық қадамына барғанына өте ризамын. Одан мұнда ерлікті күтпеген едім. Ең әуелі, мен өзімнің Алина, Нұрлан, Мақсат сияқты достарым жайлы бірер сөз айтсам ба деймін. Ең алғаш университетке келгенімде мен үшін бәрі бөтен болатын. Ал қазір осы достарымның арқасында университет менің екінші үйіме айналды.
Солардың көмегімен, қолдауымен осындай маңызды қадам жасап отырмын. Егер олардың қолдауы болмаса, менің мұнда тұрмауым да мүмкін еді. Қиын сәтте қасымда табылып, қолдау көрсеткені үшін осы достарыма шексіз ризашылығымды білдіргім келеді. Егер мен президент болсам, әр студент университетті екінші үйім деп қабылдауына барлық күшімді жұмсауға уәде етемін. Студенттер қауымдастығы тату тәтті, үлкен бір отбасына айналғанын қалаймын. Біздің музыкалық тобымыз бар. Нұрлан досымыз өзі құрастырған тікұшақты халықаралық студенттер конкурсында көрсету үшін Парижге бармақшы. Біздің балаларға арналған қайырымдылық қоры жұмыс істей бастады. Қазірдің өзінде бірнеше баланың еміне ақша жинап қойдық. Шынымды айтсам, осындай боларына сенбеген едім, бірақ қолымыздан келеді екен. Бірлігіміз болса, әлі талай идея жүзеге асатынына сенімдімін. Барлықтарыңызға табыс тілеймін. Жеңіске жете беріңдер. Болашақта университетіміздің мақтанышы болуларыңызға тілектеспін. Шапалақ! Дана! Өзім бір мықтымын деп ойлайды ғой деймін. Ақымақ! Ақымақ! Анаусы да, мынаусы да ақымақ! Қағазға қарамай, бейресми сөйлеген жақсы. Әрине. Бірақ алдын ала дайындалған нәрсені оқуын керек еді. Көркем тілмен, кереметті етіп жазған едік. Көрерменнің назары сенде болатын еді. Не болды енді? Жақсы айтты ғой. Мен соншама жанталасып жазып жүрсем, бұл өзінің ойындағысын айтып берді. Жалпылама сөз, нақты дерек жоқ. Есесіне шын жүректен айтылған сөз болды. Залдың қолдауын көрдіңдер ғой. Зал бәріне қол соқты. Десе де, кешір. Жүйкем сыр берді. Сен бәрінен мықты болдың. Шынымды айтсам, сенен күткен жоқ едім. Сен де маған ренжіме, қатты қобалжыдым. Өмірімде бірінші рет көпшіліктің алдында сөйлеуім ғой. Бірақ ойымды жинақтай алмадым. Ойың шашыраңқы болғанмен сөзің жинақы шықты. Рахмет. Жарайды енді, қолымыздан келгенше тырыстық. Енді нәтижесін күтейік. Я күтейік. Дастан өз дауысын бізге берді ғой. Енді жеңіске жететіміз анық. Сендер сол сөзіне сеніп қалдыңдар ма? Арамызда әлі Дастанға сенетіндер бар ма? Мен сенем. Меніңше Дастан ойындағысын ашық айтқан сияқты. Рахмет, Дана. Дауыс бергеніңе әрине рахмет. Бірақ сені мұнда сағына күтіп отырған ешкім жоқ. Келгеніңе рахмет. Жақсы. Мен кешірім сұрауға келдім. Көпшіліктің алдында сахнада тұрып кешірім сұраған жоқсың ба? Енді сендерден кешірім сұрағым келеді. Және Данадан кешірім өтінем. Айтарыңды жылдамайды. Әйтпесе жүйкеміз сыр бергелі тұр. Макс, қойсаңшы енді, Алина. Адамгершіліктен аттағанын түсінем. Макс, сен дұрыс айтыпсың. Мен жаман жолдас екенмін. Соны түсіндіргенің үшін рахмет. Шындықты бетке айтатын, әділдікті жақтайтын адамдардың қадірін білу керек екен. Мен соны түсіндім. Арадағы келеңсіздіктер үшін кешірім өтінем. Бұдан бұлай жақсы дос боламыз деп ойлаймын. Жарайды. Мен де жетісіп тұрған жоқпын. Қиял мен қалжыңыма абай болғанда, мұндай жағдай болмас еді. Бірақ зардап шеккен мен емес қой. Менен кешірім сұрамай қой. Білем. Кешірімді Данадан сұрауым керек. Дана.
осындай жағдайдан кейін мені кешірмейтінін түсінем. Кім біледі? Макс, Кешірім сұраудан қажеті шамалы. Бірақ шындықты білгеніңді қалайым. Осының бәрі сөз таластырудан басталды ғой. Бірақ кейін мен сені ұнататынын түсіндім. Іштей мойындағым келген жоқ. Ақымақтығым, қорқақтығым кінәлі. Кешір. Өзіңді іздеп жүргенмін. Тыныштық па? Я, қарбалас сәт екенін түсінем, бірақ өтінішті жазуым керек. Енді Париждегі көрмеге қатысатыныңды растайтын құжатты толтыру қажет. Солай ма? Я, солай. Бірақ мен французша білмеймін ғой. Нұрлан, енді сен француз тілін түсінбегендіктен сенімен бірге халықаралық бөлімде жұмыс істейтін қызды жіберетін болдық. Есімі Гаухар. Танитын шығарсың. Гаухар. сәлем. Сен халықаралық бөлімде істейсің бе? Мен еріктімін. Олай болса кеттік. Қорытынды шығатын уақытта келіп қалды. Мен де сендермен қалсам бола ма? Менен кешірім сұрамай-ақ қой. Егер Дана кешірсе, кет дей алмайым. О, барлықтарың жиналып қалыпсыңдар ғой. Дастан досым екен. Президенттікке сайлау аяқталды. Енді 15 минуттан кейін нәтижесі белгілі болады. Сіз кім жеңгенін білесіз бе? Алина, оны әзірге ешкім білмейді. Санақ комиссиясы санауды енді ғана аяқтады. Сонымен залға барамыз ба? Айтпақшы, сендер жеңген үміткердің құрметіне өнер көрсетсеңдер қайтеді? Біздің дайындығымыз әлі шикі, әрі вокалист те жоқ. Онда тұрған не бар? Жап-жақсы ойнап жүрсіңдер ғой. Білмеймін. Меніңше біз әлі дайын емес сияқтымыз. Қорқат несі бар? Бар болған аспаптарды апару керек. Дұрыс па? Нұрлан, сен Гаухарға көмектес. Ал сен Дастан мынан ала кет. Кеттік. Бол, жылдам. Кеттік. Дастан, сен бүгін үлкен ерлікке бардың. Басқасын айтпағанда, ол ең алдымен өзің үшін ең маңызды қадам. Сізге де рахмет. Кеттік ал. Санақ комиссиясы дауыстарды санап бітті. Жеңімпаздың аты жөні мына конвертте жазылған. Соныменен өте ұсақ әріптермен жазылған екен ғой. Студенттік өзін өзі басқарудың жаңа президенті Дана Өтеғалиева. Жарайсың! Данаға жол берейік. Данажан келе ғой. Дана! Барлықтарыңызға рахмет. Сенім артқандарыңызға шексіз алғысымды білдіргім келеді. Сенімдеріңізді ақтауға тырысам. Сайлау алды бағдарламамыздағы берілген уәденің бәрін орындауға сөз берем. Сіздерге арналған тағы да бір сыйлығымыз бар. Біздің университеттің жаңа тобын қарсы алыңыздар. Ал мен бұл топтың мүшелерін ортаға шақырайын. Ол Гаухар, Алина және Мақсат. Әлде Макс па? Мақсат ақ болсын. Қарсы алыңыздар. Достар, сіздерге ғана емес, біздің жаңа президентімізге де сыйымыз бар. Өзіміз жазған әуенді аспапта ойнаймыз деп едік. Біздің Дана өте керемет әнші. Бірақ ұялады. Сол себепті бәріміз бірге жабылып, оны ән айтуын өтінейік. Қане? Дана, 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 Дана. Не айтамыз? Мынаны. Олай болса,
Мен қазір сахнаға бәріміздің досымыз, жолдасымыз және керемет гитар тартушы музыкант, бәріміз танитын Дастанды шақырғым келіп отыр. Жақсы айтып жатыр, Еріккеннің ермегі. Әркімнің қалауы әртүрлі ғой. Баланың болашағы бар, балта шабушы болма, айта берсін. Меніңше, Гаухар ғана нотадан шықпаған сияқты. Сен лағып кеттің. Жоқ, мен импровизация жасадым. Әншілерге сай болуым керек еді ғой. Дегенмен, сұла бойды шымылдатар ән болды. Дана, сен біздің топқа қабылдандың. Президент болғаның үшін емес, талантың үшін. Бұның рас. Дана, жарайсың. Достар, ниеттеріңе рахмет. Бірақ енді президенттіктен қолым босай қоймас. Дана, бізге уақыт бөлмейсің бе? Сені сол үшін сайладық па? Оның үстіне менсіз ақ керемет әншілерің бар. Иә, шынымен де керемет әншісің. Ал мен сенің қайтып келгеніңе қуаныштымын, достым. Жарайсың. Баламыз екеуміз оңаша сөйлеспек едік. Яке, мен қазір барам. Жарайды. Жиналмай-ақ қойын. Мен сенімен қоштасып қана кетуге келдім. Сен, балам, өзіңнің нағыз азамат екеніңді көрсеттің. Сайлауда жеңілгеніңмен беделіңе нұқсан келтірген жоқсың. Қайта мына достарыңмен табыстың, татуластың, өте керемет. Анан келе алмай қалды. Бірақ телефон арқылы қуанышын, сені мақтан тұтатынын қайта-қайта айтып жатыр. Рахмет, әке. Саған рахмет, балам. Міне, көрдің бе? Сен енді жаңаға үйге барат алатын мезгіл жетті. Бірақ тағы да музыка ма? Жай ғана музыка емес, керемет музыка. Абайдың әнін сонша жұлмалап ба? Сіз солай ойлайсыз ба? Ал біз оны жаңаша ойнау деп есептейміз. Заман талабы. Солай емес бе? Дұрыс. Сізге ұнады ма? Маған ұнады, ректорға да ұнады. Тіпті маған жаңа рок топты дамыту жұмысын тапсырды. Енді сендердің музыкаларың менің қосымша жұмысым болады. Менің негізгі келген себебім, балам. Мә, сенің жаңа пәтеріңнің кілтін тапсырайын деп келдім. Ал. Рахмет, әке. Бірақ мен кампуста қалсам ба деп едім. Мұнда достарым көп. Қызық. Дұрыс айтасың. Көпшіліктен бөлінген дұрыс емес. Жарайды. Өзің біл.
музыка деген өте керемет нәрсе. Бірақ ең бастысы сабақ екенін ұмытпау керек балам. Сабақ оқыңдар, сабақ. Жақсы, сау болыңдар. Жақсы, сау болыңыз. Барлықтарыңа табыс тілеймін. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы балам, аман болыңдар. Әй, жарайсың, достым. Алло, әке? Қалайсыз? Жоқ, бәрі жақсы. Мен пәтерге шығайын деп ем. Жатақханада тұрғым келмейді. Немене? Жарайды, онда хабарласарсыз. Күтем. Ризамын саған Дана. Жарайсың. Рахмет. Бәрі сіздің осы қыз жігіттердің арқасында ғой. Соңына дейін күмәнмен қарап едім. Айтпақшы, сендерге айтар тағы бір жағымсыз жаңалығым бар. Ректор ұрланған билеттер үшін жазалау қажет деген шешім қабылдады. Үлкен қателік. Бірақ біз ректормен ақылдаса отырып, өз кінәсін мойындағанын, қоғамдық жұмыстарға белсене араласып жүргенін ескеріп, университеттен шығармаймыз деген шешім қабылдадық. Есесіне Мақсат пен Дастан университеттің қажеттілігі үшін 3 айға жұмысқа тартылады. Егер аула сапыру болса, келсер едім. Қызғылт түсті киімем бе? Жоқ, сендер кафедрада жұмыс істейсіңдер. Келесі жылғы фаундейшн үшін тесттер дайындайсыңдар. Әкелбесті. Қарсылық көрсететін жағдай жоқ. Тек демалысым сенсіз өтетіні қиын болды. Мені демалуға кетеді деп кім айтты? Мен енді таң атқаннан кешке дейін репетиторлықпен айналсам. Мен де үйге 1-2 күнге ғана барып қайтам. Қордың жұмысы жиналып қалды. Менде дым демалыс жоқ. Яғни, бәрің бізге көмектесесіңдер ғой. Сендерге бір өтініш. Жақында менің үйлену тойым болады. Сендер тойға келіп, қонақтарға өлеңдеріңді айтып кетсіңдер. Келсесіңдер ме? Әрине. Келіспегенде ше. Рахмет. Онда бізге дайындық керек қой. Ал, сонымен дайындаламыз ба? Кеттік. Гитараң дайындай бер. Қане? Бізде бір жаңа дүние бар. Тоқтай тұрыңдар. Жазып алайын. Ұшақта тыңдап барамын. Қане кеттік, Гауһар? Biz jastlar, jan dostlar, armonga жолбастар. Жиналған біз әр жақтан, арман қуып бәріміз. Арайланған болашағы жарқын, туған елді таңымыз. Студенттік өмір басталды жаңа, жарасып біз әніміз.
Аударма редакторы Әсел Көкенова. Мәтінін оқығандар Гүлнар Рыспай, Толқын Айтмұғамбетқызы, Айым Жетпісова, Дәурен Серғазин, Ербол Тілеукенов, Жандәулет Батаев, Азамат Ескулов, Бекен Сәбенбар. Дыбыс режиссерлары Арман Ертұрғанов, Асылхан Манапов, Еркін Рахимов. Дубляждың режиссері Рита Әбішева. Техникалық редакторы Санат Серғазы. Продюсері Самал Жайнақова. Шығармашылық топ жетекшісі Гүлнар Рахимова. Қазақстан ұлттық телеарнасы 2013 жыл.